Telefon bir. Ne? Ой! Одной? Korkmasay, родной! Maqsad keldi odan keyin. Asqar keldi ertesida. Кім зайып? Родной? Стач на жеріне. Тур на жеріне. Ауыртпай, родной. Просто стач. Жігіт, еркекше, стач просто. Ай! Брат, айналдырмай қойшы. Иә, брат. Жайшын, жай. Құрметті қазақстандықтар, қазіргі таңда елімізде онша емес әзіл айтатын жастардың саны күрт көбейіп жатыр. Әсіресе ауыл аймақ, аудан, райондарда. Бұл вирус үлкен қалаларға тарамауына бірге атсалсайық. Сенің жынды класстастары. Аши, хазере, олвис. Ше, сакс. Сау запай. Апа мен қалып кеттім. Қай жерден? Қораға шөпті апарды да дейтін жермен. Сиырға берді деп жазылса, 4 абзац өтіп кеттік қой. Сосын ручкамен жазсын. Бюджет тұрса бағай. Апай менде ол бет жоқ, жыртық. Кеше де сөйтіп айттым ғой. Енді подряд жыртып келатқан жоқ. Біз емес апай. Бүгін зауыт темекші етін балдар тексерем дейді. Қолаға апаяшын. Бітік қапшын. Dostlarım қасымда. Гәйкөз. Вечерге барамыз. Бірдегі мүмкін емес жағдайлар. Досым, мәшін қалай екен? Жақсы енді, бір-екі жерде сейтім керек. Қақтан алдың? Гифтан ұтып алдың ғой. Мүмкін емес. Я мұғалім болып жұмысқа кірген деп отырмын. Айлықтар қанша болып отыр? Мұғалімдердің ба? 600 теңге болып отыр ғой. Мүмкін емес. Братан, маскамен жүр ғой, бәрі нормально ғой. Вот именно маскамен болмайды мен. Все. Мүмкін емес. Такси. Братан, такси ма? Такси. Братан, жердің көтіне 150 теңге. Давай смело қойшы. Мүмкін емес. Балам намыс болды. Аманғол ұрсап қойып. Жоқ, бірдеңе болса қалай ашу алмайсың. Намысқа тек кетті. Күнде жұрттың баласы ашу үй салып отыр, жұрттың баласы қызылдей болып отыр. Ата басқа бір ата-аналардан маған қызығады. Білемін ғой, балам сенің ақылың темекі ішіп қалай не жетпесің ашуланасың. Күнде айтатын сол ана не жеп мамадан. Мамам ұрсап қойып білесің. Жоқ, қоймайды да бірдеңе болса жұрттың баласы. Не жұрттың? Сен yapпашымай. Жақын достарым қасымда. Гәйкөз. Что с ним? Ему плохо. Где он? Там. Брат, что случилось, брат? Все нормально, да, брат? Температура все нормально. Что с тобой, брат? Брат, орысша сөйлемеш, өтінеш. Мое сердце, мое сердце стучит для тебя, дорогая. Анекдот айтып берейін ба? Бір күні бір қоян орманда жүгіріп келіп шұңқырға түспей өтіп кеткен ғой. Неге? Енді ол шұңқыр толған шығар осы уақытқа дейін қоянға. Доктор, полиция қызметкері. Полиция қызметкері? Не істейміз енді? Бұған не істесе болады енді? Білмеймін ғой. Че, адам ұйқысын бұзып келіп отырсыңдар не? Сіздер екеуі вообще кімсіздер? Не отыр брат жақта? Барлығын тура мағынада түсінетін адам. Жарайды, давай, брат. Мен жылжиын. Давай. Елдеран сушняк тартчыш. Егізден жаққа барайық деген ғой. Елдер аузын жапта тамақш. Елдер брачканың мазгасын мейтеріп өтсін. Білемін дұрыс емес, мен істеп жатқаным, бірақ мың кеңестен дұрысын таппадым. Дұрыс емес, менің істеп жатқаным.